Жыл сайын жалпы ішкі өнім құрылымында көлік саласының үлесі 8%, сонымен бірге саланың өсуі кем дегенде 4,5%-ды құрайды. Халықтың автомобиль алу процесі өсіп, автокөлік қызметінің рөлі жыл сайын артып келеді. Қазақстанда 2017 жылы 5.300.000 көлік құралы тіркелген. Бұл 100 адамға шаққанда 29-дан келеді. Әлемде орташа есеппен 14, ТМД елдерінде 16, Евроодақта 48. Автокөлік құралдарының көптігі қаладағы қоғамдық көліктің тиімді жұмысына және тұтастай алғанда көлік ағынын басқаруға қиындық туындырады. Автокөлік жолдарының нормативке сай күтіп ұстау және сақтау мәселесі басым міндеттерінің бірі. Осыған байланысты халықаралық тәжірибе негізінде зияткерлік көлік жүйесінің 8 базалық компонентін айқындадық. Іске асырылып жатқан және жоспардағы жобалар туралы толығырақ баяндауға рұқсат етіңіз. Республикалық деңгей 4 негізгі жүйеден тұрады. Бірінші компонент ол бұл ақылы жолдарда төлем алу және жинау, жолаушыларды жол жағдайы туралы ақпараттандыру жүйесі. Биыл жалпы ұзақтығы 469 шақырым болатын Астана Теміртау, Алматы Қапшағай және Алматы Қорғас учаскелерінде төлем жүйесін енгізу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар жалпы ұзақтығы 5500 шақырым болатын 13 учаскеде ақы алу жүйесін жобалау жұмыстары аяқталуда. Жалпы 2020 жылға дейін 16 автожол учаскесінде ақы алу жүйесін енгізу жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге мобильді қосымшаны әзірлеу, жол жүру кезінде байланыссыз төлем алу үшін RFID белгілерді және бейне камераларды, метеорологиялық өлшеу құралдарын, жүргізушілер үшін ақпараттық тақталарды орнату жұмыстары жүргізілуде. Келесі компонент ол жүріп келе жатқан көлік құралдарын өлшеуді және жол жүру рұқсатын электронды тіркеуді қамтамасыз ететін автоматтандырылған арнайы өлшеу құралдары. 2017 жылы ауыр салмақты жүктерді тасымалдауға 44 мың арнайы рұқсат берілді. Сонымен қатар осындай жүктерді тасымалдауда 7364 құқық бұзушылық фактілері анықталды. Арнайы автоматтандырылған өлшеу құрамдарының қолданған елдердің тәжірибесі көрсетіліп отырғандай, бір жыл ішінде құқық бұзушылық фактілері 50%-дан 80%-ға дейін төмендеген. Бұл автомобиль жолдарын күтіп ұстауға оң әсерін тигізеді. Биыл осындай 12 жүйені іске қосамыз деп 2020 жылға дейін оның санын 46-ға дейін жеткізу жоспарлап отырмыз. Келесі жоба ол жол активтерін басқару жүйесі. Бұл жүйе жолдардың жағдайын туралы егжей-тегжейлі мәліметтер негізінде жолдарды жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарын атқаруға, бөлінген шығындардың оңтайландыруға мүмкіндік береді. 2017 жылдың 1 қазаннан бастап жүйенің модульдерінің кезең-кезеңмен іске қосып, министрліктің ақпараттық жүйелерімен интеграциялау жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ осы жүйенің мүмкіндіктерінің іске асыратын жол активтерінің сапасы орталығын құру туралы заңға тиісті өзгерістер енгізу жұмыстары жасалуда. Жүйені енгізудің нәтижесінде 2025 жылға қарай жолды жөндеу мен күтіп ұстау шығындарының оңтайландыру есебімен 110 миллиард теңге көлемде экономикалық тиімді болады деп болжам бар. Жыл сайын шамамен 60 мың ауыр салмақты, ірі көлемді және қауіпті жүк тасымалдары жүзеге асырылады. Халықаралық және өңір аралық байланыстағы жолаушылардың тасымалының саны 44 миллион адамнан астам. Жыл сайын осындай тасымалдардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, диспетчерлік және маршруттық сақталуына онлайн мониторинг жасау жүйелерін енгізу маңызы зор. Бұл жүйе жеке қаржылық бастама негізінде әзірленуде. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы үшін бастамашы тарап бизнес жоспары мен басқа да қажетті құжаттарды, сондай-ақ жүйе архитектурасын дайындап жатыр. Жоғарыда айтылған зияткерлік көлік жүйесінің компоненттері республикалық деңгейге жатады. Бұл жүйені қалалық зияткерлік көлік жүйелерімен интеграциялау мақсатында жергілікті атқарушы органдар, ақпарат және коммуникация министрлігі, сондай-ақ Зерде ақпараттық коммуникациялық холдингмен бірлесіп жұмыс атқарылды.
Осы жұмыстың нәтижесінде өңірлік деңгейде 4 компонент анықталды. Оның екеуі барлық облыс орталықтарында енгізу міндетті. Біріншісі, фото мен видео арқылы анықтау жүйесі. Бұл жүйе рұқсат беру белгілерінің жылдамдық режимінің тоқтау ережелерін сақталуын және жалпы қаладағы қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Екіншісі, жолаушылар көлігіне мониторинг жасау және электронды билеттермен қамтамасыз ету жүйесі. Бұл жүйе көлік құралдарының қозғалысын, маршрутының белгіленген жолының ауытқуын қадағалауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар өңірлерде электронды билеттермен қамтамасыз ету жүйесін енгізу қалалық көліктік тиімділігін және тасымалдаушылардың қызметін ашықтығын арттырады деп есептейміз. Үшінші, камералар мен қозғалыс датчиктері негізінде светофорларды басқару арқылы қиылыстардағы өту қабілеттілігін арттыру арналған жол қозғалысының басқару жүйесі. Жалпы жүйе көлік жағдайларының 15-30 минут бұрын болжау арқылы тиімді басқаруды ерте болжау алады. Төртінші мәселе бұл тұрақтарды басқару жүйесі. Жүйенің басты функциясы жалпы қалалық және көліктік жағдайларды қалыпқа келтіру үшін үлкен қалалардың тұрақ орындарын пайдалануды оңтайландыруда. Соңғы екі жүйе көлік құралдары көп және қозғалыс қарқыны жоғары қалаларға арналған. Қазіргі күні өңірлерде осы айтылған жүйелердің кейбір элементтері орнатылған. Осыған сәйкес тиісті жол карталы әзірленіп, қазіргі күні бекітілу үстінде. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, зияткерлік көлік жүйесі жобаларының басқа азаматтық авиация мен теміржол салаларында белгілі бір бағыттар мен процесстерді цифрландыру жобалары бар. Әуе жүк тасымалы саласында e-freight қағазсыз құжат айналымы жүйесін және әуе жолаушылардың туралы мәліметтерді жинап, өңдеуге арналған ақпараттық жүйені енгізу жұмыстары жүргізілуде. E-freight жүйесі қағаз түрінде берілетін 20 құжатты электронды түрге ауыстыруға мүмкіндік береді. Бұл жүйені енгізу мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы жүзеге асырылады. Жобаның тұжырымдамасы ұлттық экономика министрлігінде қаралуда бүгін. Әуе жолаушыларды туралы деректі жинап өңдейтін ақпаратты жүйені енгізу ұлттық және авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қоғамдық тәртіпті сақтауға ықпал етеді. Бұл жобада мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизм бойынша іске асырылуда. Қазіргі уақытта жобаның тұжырымдамасы сәйкес ұлттық экономика министрлігінің ескертулерін түзету жұмыстарында жасалуда. Теміржол көлігі саласында Қазақстан теміржолы акционерлік қоғамы 2018-2022 жылдарға арналған цифрлы теміржол бағдарламасын қабылдады. Бағдарлама аясында негізгі 4 бағыт бойынша 21 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Ол туралы компания президенті Алпысбаев баяндайды. Жоғары айтылғандың негізінде зияткерлік көлік жүйесін енгізу келесі көрсеткіштерге қол жеткізуге ықпал етеді. Біріншісі, ол жолдағы көлік апаттары санын 10%-ға дейін азайтады. Жолдарды жүру уақытын 20%-ға қысқартады. Ақпаратқа қол жетімділікті 70%-ға көтереді. Зиянды шығындарды 24%-ға азайтады. Жобалардың түсінен жалпы экономикалық тиімділік 2025 жылға дейін шамамен 380 миллиард теңге болады деп жоспарлап отырмыз.